Сәлеметсіздер ме 4-ші сынып оқушылары? Бүгін сіздермен математика пәнін бастаймыз. 69-шы сабақ. Екі айырма бойынша белгісізді табуға берілген есептер. Оқушылар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Қазақстандағы автокөлік құралдарын өндіретін ірі компаниялар қайда орналасқанын біл. Өрнектің мәнін есепте және тап. Бірінші Азия авто. Оны есептеп алайық. Жақшаның ішінде 700 шығады. 210 мыңды 700-ге бөлсек 300 шығады. Демек, Азия авто бұл Шығыс Қазақстан облысында орналасқан екен. Екінші Сарыарқа авто өндіріс. Жақшаның ішінде 8 мың шығады. 640 мыңды 8 мыңға бөлсек 80. Демек, бұл Қостанай қаласында орналасқан екен балалар. Келесі тапсырма сіздермен. Екінші тапсырма. Мәтін есеп. Бір жүк мәшинесі 150 тонна. Екіншісі 100 тонна қиыршық тас жеткізді. Егер екіншісіне қарағанда біріншісі 2 рет артық қатынаған болса, онда әр жүк мәшинесі неше рет қатынаған? Бұл есеп табу үшін балалар бірінші 2 жүк мәшинесін салыстырамыз. Біріншісі 150, екіншісі 100. Демек, ажыратамыз. Сонда бірінші жүк мәшинесі 50 тонна артық тасыған. Енді ол 2 рет артық қатынағандықтан оны 2-ге бөлеміз. Сонда әр қайсысы әр қатынап жүрген сайын 25 тоннадан жүк көтеріп отырған екен. Енді орнына қойып тексерейік балалар. 150-ді 25-ге бөлсек 6 рет, яғни бірінші жүк мәшинесі 6 рет қатынаған, ал екіншісі 4 рет қатынаған екен. Жазып аламыз балалар. Әрі қарай онда сабағымызды жалғастырайық. Жазылған болсақ, үшінші тапсырма. Бұл да осындай күрделі есеп. Бір орамда 12 метр, ал екіншісінде дәл сондай 17 метр мата бар. Бірінші орамға қарағанда, екінші орам 3750 теңгеге қымбат. Әр орам қанша теңге тұрады? Бірінші әр орамды таппай тұрып, балалар, екі орамды салыстырамыз. Яғни үлкеннен кішісін азайтамыз. Сонда 5 шығады. 17-тен 12-ні азайтамыз. Енді мына 3750 теңге қымбат деді ғой. Біз соны 5-еуіне бөлеміз. Сонда 750 шықты. Енді біз түсіндік, бір орамда 750 метр мата бар екен. Енді біздің не істейміз балалар? Дұрыс айтасыңыздар. Енді әр қайсысын орнына қойып тексереміз. Бір орамға қанша теңге кетті және екінші орамға қанша теңге кетті. Сосын шыққан мәндерін ажыратамыз. Ол үшін бірінші орамда 12 мен 750-дің көбейтіндісі 9 мыңға тең, ал 17 мен 750-дің көбейтіндісі 12 750 теңге. Енді азайтайық. Бұл расында да 3750 теңге шықты. Сонда біздің балалар әр орамымыз екен 750 теңгеге тең екен. Төртінші тапсырма. Төртінші есеп. Тігін фабрикасында спорттық күрте мен шалбар тігілді. Әр бұйымға бірдей мөлшерде мата жұмсала отырып 180 шалбар және 120 күрте тігілді. Егер күртеге қарағанда шалбарға 120 метр артық жұмсалған болса, олардың әр қайсысына қанша метр мата жұмсалған? Балалар. Бұл жаңағы екі есеп сияқты, яғни бірінші ажыратып аламыз. Арасындағы айырмашылығын білеміз. Арасында айырмашылығы 60. Енді оларды жеке-жеке орнына қоямыз. Ол үшін 120 күртені 60-ға бөлеміз 2 метр. Күртеге демек 2 метр мата кеткен әр күртеге. Енді шалбарды орнына қойып тексерейік. 182-ге өтсек 360, 120 мен 2-ның көбейтіндісі 240. Сонда шалбарға 360 метр мата кеткен, ал күртеге 240 метр мата кеткен. Есебіміз дұрыс шықты. Демек 120 метр артық жұмсалған екен шалбар. Шалбар күртеге қарағанда. Дәптеріңізді жазып алайық балалар. Бұл дәптермен жұмыс. Енді балалар, біз сіздермен соңғы тапсырмамыз математика күнделікті өмірде дейді. Яғни бұл біздің күнделікті өмірде болып жатқан
логикалық сұрақтар. Талдау жүргіземіз. Су ағатын шүмек бұзылған жағдайда тәулігіне 150 литр таза ауыз су босқа ағып кетеді. Ешқандай пайда әкелмей 678 сағат ішінде қанша ауыз су кәріз құбырына ағып кететінін есепте. Бізге мындай есепте белгілі. Тәулігіне 150 литр су босына кетеді дейді. Ал енді 678 сағат ішінде қанша кетеді дейді. Ол үшін балалар 672 сағатты тәулікке айналдырамыз. Яғни бір тәулікте неше сағат бар? 24 сағат бар. Соған бөлеміз. Сонда 672 сағат деп отқанымыз балалар 28 сағатқа, 28 кешіресіз тәулікке тең. Енді 150-ді 28-ге көбейтеміз. Сонда 672 сағат ішінде 4200 литр су босына ағып кеткен екен. Балалар, сабақ түсінікті болса, сау болыңыздар, мына каналға жазылыңыздар және достарыңызға жіберіңіз. Қасында қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз.